Достар, бүгін біз зат есімнің тәуелденуі, маңыздылығы және оқыту әдістемелері тақырыбын өтеміз. Жоспар. Бірінші беті зат есімнің тәуелдену жақтары болады. Зат есімнің екінші беті зат есімдердің тәуелденуі арналған жаттығулар. Үшінші беті зат есімнің тәуелдену жаттығулары. Төртінші беті тәуелдену үлгілері арқылы рольдік ойындар. Бесінші беті зат есімнің тәуелденуі бойынша жаттығулар. Алтыншы беті зат есімнің тәуелденуі маңызы мен үйренуі. Жетіншісі зат есімнің тәуелденуі. Зат есімнің тәуелдену жақтары. Зат есімнің тәуелдену үш түрлі жақта қолданады. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Бірінші жақта тәуелдену менің үйім, біздің үйіміз. Екінші жақтағы тәуелдеу сенің үйің, сендердің үйлерің. Үшінші жақтағы тәуелдеу оның үйі, олардың үйлері. Зат есімнің тәуелденуіне арналған жаттығулар. Зат есімнің тәуелденуіне арналған тапсырмалар грамматикалық дағдыларды дамытуға көмектеседі. Оқушыларға түрлі тәуелдеу формулаларын дұрыс қолдануды үйрету және жаттығулар жасауды ұсынылады. Тапсырмалар арқылы оқушылар зат есімдерді әртүрлі тәуелдеу формулаларына салып, тұлға мен жақты анықтайды. Бұл әдіс оқу процесін тиімді және қызықты етеді. Зат есімнің тәуелдену жаттығулары. Оқушыларға бірнеше зат есімді беру және оларды барлық жақтар мен көпше жекеше түрде тәуелдеу кестесіне түсіру ұсынылады. Бұл әдіс арқылы балалар зат есімнің әр түрдегі тәуелденулерін көріп, қызықты мәлімет алады. Жаттығулар күнделікті өмірде қолданылатын нақты мысалдармен байланыстырылады. Бұл тәсіл оқушылардың қызығушылығын арттырады. Тәуелдену үлгілер арқылы рольдік ойындар. Сандық есептеулер мен логикалық тапсырмалар шешу үшін қазақ тіліндегі тәуелдену үлгілерін пайдалану. Түрлі сахналар және рольдік ойындар ұйымдастыру мүмкіндігі. Әр оқушының өзіндік рөлі арқылы сөйлем құрау. Зат есімнің тәуелденуі тақырыбын тереңдетіп меңгеру. Зат есімнің тәуелденуі бойынша жаттығулар. Зат есімнің тәуелденуі бекіту үшін көзбен көру үшін іскерлікпен айналу тәжірибесі қажет. Түрлі интерактивті қағаз немесе электронды жаттығулар арқылы оқушылар зат есімді әртүрлі формаларды қолдануды үйренеді. Компьютерлік бағдарламада көрсетілген суретке қатысты зат есімдердің тәуелдену формалар таңдау сияқты тапсырмалар қосымша көмек жасайды. Зат есімнің әртүрлі формалары оқушылар практикалық дағдыларын нығайтады. Зат есімнің тәуелденуі, маңызы мен үйренуі. Зат есімнің тәуелденуі өмірде жиі қолданылатын лексикалық конструкциялық элемент. Бастауыш сыныптағы грамматикалық оқу бағдарламада бұл тақырыпқа ерекше назар аударылады. Оқушылар тәуелденудің дұрыс үлгілерін үйрену арқылы қазақ тілінде нақты және терең түсінік қалыптасады. Бұл тілдік қатынаста еркін сөйлеуге болуға көмектеседі. Зат есімнің тәуелденуі. Зат есімнің тәуелденуі қазақ тілінде маңызды грамматикалық тақырып болып табылады. Бұл тақырып зат есімдердің кімге немесе неге қатысты екенін білдіру үшін қолданылады. Тәуелдену формулаларын арқылы зат есімнің иесін анықтаймыз. Тәуелдену формулалары үш жақта және жекеше және көпше түрде беріледі. Қорытынды. Зат есімнің тәуелденуі қазақ тіліндегі маңызды грамматикалық элемент болып табылады және оны тиімді меңгеру бастауыш сынып оқушыларының тілдік қабілеттерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Тәуелдену формулалары арқылы зат есімдерді әртүрлі жақтарда бірінші, екінші және үшінші жақта тәуелдену арқылы қолдану бастауыш сынып оқушыларының грамматикалық дағдыларды қалыптастыруда ерекше көмектеседі. Оқушыларға тәжірибе арқылы тәуелдену үлгілерін меңгеру үшін түрлі жаттығулар мен рөлдік ойындарды пайдалану ұсынылады. Бұл әдісте әртүрлі интерактивті қағаз немесе электронды жаттығулар,
ауды және практикалық материалдар қолдану арқылы оқушылардың түсінігін нығайту және олардың тәуелдену тақырыбындағы білімдерін тереңдету мақсат етіледі. Мұндай тәсілдер оқушылардың тілдік қатынасқа деген қызығушылығын арттырып, қазақ тіліндегі сауатты сөйлеу қабілетін қалыптастырады. Пайдаланылған әдебиеттер: Ахметов, қазақ тіліндегі грамматикасы, Алматы мұғалім баспасы, Бекдәулетов, зат есімнің грамматикалық категориялары, тіл және әдебиет журналы, Жұмағұлова, бастауыш сыныпта қазақ тілі оқытудың әдістемесі, білім және ғылым конференциясы, Алматы, 112-120. Сәрсенбаева, қазақ тілінің морфологиялық құрылымы, Астана, білім сапасы. Осымен біздің зат есімнің тәуелденуі арқылы жасалған презентациямыз және сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.